Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы. Заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға бағытталған. Бірінші бап. Заңда қамтылатын кейбір ұғымдарды түсіндіру. Заңда қамтылатын ұғымдар мынадай мағынада қолданылады. Әкімшілік шаруашылық функциялар. Ұйымның балансындағы мүлікті басқаруға және оған билік етуге Қазақстан Республикасы заңында белгіленген тәртіппен берілген құқық. Жауапты мем лауазымды атқаратын адам. Мемлекеттік функцияларды және мем органдардың өкілеттіктерін тікелей орындау үшін Қазақстан Республикасы Конституциясында, конституциялық және өзге де заңдарында белгіленген лауазымды атқаратын адам, оның ішінде парламенттің депутаты, судья, адам құқықтары жөніндегі уәкіл, сол сияқты мем саяси лауазымды не А корпусының мем әкімшілік лауазымын атқаратын адам. Лауазымды адам тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкілеттік бойынша билік өкілінің функцияларын жүзеге асыратын не мем органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай-ақ қр қарулы күштерінде, басқа да әскерлері, ұйымдастырушылық өкімдік немесе әкімшілік шаруашылық функцияларды орындайтын адам. Мем ұйымда немесе квази-мем сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, көрсетілген ұйымдарда ұйымдастырушылық, өкімдік немесе әкімшілік шаруашылық функцияларды тұрақты, уақытша не арнаулы өкілеттік бойынша орындайтын адам. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам. Мем қызметтегі адам, маслихат депутаты, мем лауазымда көзделген міндеттерді мем қызметке тағайындалғанына дейін уақытша атқаратын адам, сондай-ақ офицерлер құрамының келісім шарт бойынша әскери қызметшісі әскери лауазымына уақытша тағайындалған немесе оның міндетін уақытша атқаратын адам. Мем функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам, жергілікті өзін-өз басқару органдарына сайланған адам, президенттікке, парламент немесе маслихаттардың депутаттығына, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару сайланбалы органның мүшелігіне кандидаттар ретінде тіркелген азамат. Жергілікті өзін-өзі басқару органда тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін қызметші. Мем ұйымда немесе квази-мемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам. Ұлттық банкі мен оның ведомстволарының қызметшілері. Мүдделер қақтығысы. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық. Бұл ретте аталған адамдардың жеке мүдделері өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және немесе тиісінше орындамауына әкеп соқтыруы мүмкін. Сыбайлас жемқорлық. Жауапты мем лауазымды атқаратын адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық қызметтік өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игіліктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат. Сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдерін азайтуға, қоғамның мем органдар қызметіне сенімін арттыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шаралар және өзге де шаралар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер. Заңды белгіленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыру мен іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық, бұл үшін заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қайшы, кінәлі түрдегі іс-әрекет, әрекет немесе әрекетсіздік. Сыбайлас жемқорлық тәуекелі. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі. Ұйымдастырушылық өкімдік функциялары. Қызмет бойынша бағынысты адамдардың орындау үшін міндетті бұйрықтар мен өкімдерді шығаруға, сондай-ақ бағынысты адамдарға қатысты көтермелеу шаралар мен тәртіптік жазалар қолдануға берілген құқық. Екінші бап. Осы заңның қолданылу аясы. Заң Қазақстан Республикасы аумағында жеке және заңды тұлғаларға қатысты қолданылады. Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерде заң Қазақстан Республикасы азаматтары мен Қазақстанда тіркелген заңды тұлғаларға қатысты қолданылады. Үшінші бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы. Егер ратификациялаған халықаралық шартта қамтылғаннан өзге де қағидалар белгіленген болса, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады. Төртінші бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңдылық, адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау басымдығы, жариялылық пен ашықтық. Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимыл жасауы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жүйелі және кешенді пайдалану. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын басым қолдану. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсететін адамдарды қорғау және көтермелеу. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасаған үшін жазаның бұлтартпастығы қағидаттар негізінде жүзеге асырылады. Бесінші бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаттары мен міндеттері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлықты жою болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мақсатына қол жеткізу мынадай. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбестік ахуалын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді анықтау және олардың салдарларын жою. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің өзара іс-қимылын нығайту. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі халықаралық ынтымақтастықты дамыту. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу,
ашу және тергеп тексеру міндеттерін шешу арқылы іске асырылады. 6 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес нормативті құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жүргізуді. Заңдық сараптама жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық сипаты бар нормаларды анықтауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды қалыптастыруды және сақтауды. Қаржылық бақылауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді, мүдделер қақтығысын болғызбауды және шешуді, кәсіпкерлік саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп тексеруді, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлауды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарларын жоюды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыруды және жариялауды қамтиды. 7 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасын жай-күйіне, сондай-ақ қоғамның сыбайлас жемқорлық деңгейін қабылдау мен бағалауына қатысты ақпаратты жинау, өңдеу, жинақтап қорыту, талдау және бағалау жөніндегі қызметі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасын бағалау болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің дерек көздері құқықтық статистика мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың мәліметтері, әлеуметтік сұрау жүргізу деректері мен бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған өзге де ақпарат көздері болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің нәтижелері сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған шараларды жетілдіру үшін негіз болып табылуы мүмкін. 8 бап сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау, ішкі және сыртқы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдауды уәкілетті орган мынадай бағыттар: меморгандар мен ұйымдардың квазимем сектор субъектілерінің қызметін қозғайтын құқықтық және өзге де актілердегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау. Меморгандар мен ұйымдардың квазимем сектор субъектілерінің ұйымдық басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша жүзеге асырады. Уәкілетті орган сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау жүргізуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзге де субъектілерінің мамандарын және немесе сарапшыларын тартуға құқылы. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау нәтижелері бойынша меморгандар, ұйымдар мен квазимем сектор субъектілері сыбайлас жемқорлықтың туындау себептері мен жағдайларын жою жөнінде шаралар қабылдайды. 9 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін сақтау,
және нығайту бойынша өз құзырет шегінде жүзеге асыратын қызметі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру, тұлғаның адамгершілік, зияткерлік, мәдени тұрғыдан дамуы және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудағы белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбиелеу мен оқытудың үздіксіз процесі. Ақпараттық және ұйымдастырушылық қызмет, бақ түсіндіру жұмыстарын жүргізу, әлеуметтік маңызды іс-шараларды, әлеуметтік тапсырысты және өзге де шараларды ұйымдастыру арқылы іске асырылады. 10 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар қоғамдық қатынастардың оқшауланған саласы үшін белгіленген сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды жұртшылықтың қатысуымен органдар, ұйымдар мен квазимем сектор субъектілері әзірлейді. 11 бап қаржылық бақылау шаралары. Қаржылық бақылау шараларын жүзеге асыру мақсатында осы бапта айқындалған адамдар жеке тұлғалардың мынадай декларацияларын, активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны, кірістері мен мүлкі туралы декларацияны ұсынады. Активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны президенттікке, парламенттің және мәслихаттардың депутаттығына, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару сайланбалы органдарына мүшелікке кандидаттар және олардың жұбайлары, зайыптары, кандидат ретінде тіркелгенге дейін. Мемлекеттік лауазымға мемлекеттік немесе соларға теңестірілген функцияларды орындауға байланысты лауазымға кандидаттар болып табылатын адамдар және олардың жұбайлары, зайыптары тапсырады. Кірістері мен мүлкі туралы декларацияны жауапты лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары, зайыптары, функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен олардың жұбайлары, зайыптары, лауазымды адамдар мен олардың жұбайлары, зайыптары, функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары, зайыптары ұсынады. Есепті күнтізбелік жыл ішінде салық заңнамасында айқындалған мүлікті сатып алған жағдайда осы баптың 3 тармағында аталған адамдар кірістері мен мүлкі туралы декларацияда көрсетілген мүлікті сатып алуға жұмсалған шығыстарды жабу көздері туралы мәліметтерді көрсетеді. Активтер мен міндеттемелері туралы декларация және кірістері мен мүлкі туралы декларация салық заңнамасының жасалады. Декларацияны ұсыну туралы мәлімет салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ресми интернет ресурсына орналастырылады. Аталған адамдардың активтері мен міндеттемелері туралы декларацияда мәліметтерді ұсынбауы немесе онда анық емес мәліметтерді ұсынуы, егер істелген әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, тіркеуден бас тартуға немесе тіркеу туралы шешімдердің күшін жоюға негіз болып табылады. Мыналардың осы баптың 2 тармағының 2 тармақшасында аталған адамдардың активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны және немесе кірістері мен мүлкі туралы декларацияны ұсынбауы, немесе осындай декларацияларда толық емес, анық емес мәліметтерді ұсынуы, егер істелген әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, адамға тиісті өкілеттіктер беруден бас тартуға негіз болып табылады. Осы баптың 3 тармағында аталған адамдардың активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны және немесе кірістері мен мүлкі туралы декларацияны ұсынбауы,
немесе осындай декларацияларда толық емес, анық емес мәліметтерді ұсынуы, егер істелген әрекетте қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмаса, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген жауаптылыққа алып келеді. Мыналар саяси мем лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары, зайыптары. А корпусындағы мем әкімшілік лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары, зайыптары. Парламенттің депутаттары мен олардың жұбайлары, зайыптары. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл. Судьялар мен олардың жұбайлары, зайыптары. Квази-мемлекеттік сектор субъектілерінде басқарушылық функцияларды орындайтын адамдар мен олардың жұбайлары, зайыптары ұсынған жеке тұлғалардың декларацияларында көрсетілген мәліметтер есептік күнтізбелік жылдан кейінгі жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірілмейтін мерзімде жариялануға жатады. Жариялануға жататын мәліметтер тізбесін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган айқындайды. Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген мәліметтерді мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, парламент пен жоғарғы сотының ресми интернет ресурстарында персоналды басқару қызметтері, кадр қызметтері орналастырады. Осы баптың 7 тармағының және 9 тармағының 1 және 2 тармақшаларының талаптары мем құпияларды құрайтын мәліметтерге қолданылмайды. Мемлекеттік кіріс органдарына келіп түсетін осы бапта көзделген мәліметтер заңмен қорғалатын құпия болып табылады. Оларды жария ету заңдарға сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады. Қызметтік және салықтық құпияны құрайтын мәліметтер қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға ұсынылады. 12 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер. Жауапты мем лауазымды атқаратын адамдардың, мем функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың, сондай-ақ кандидаттар болып табылатын адамдардың өз өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде пайдалануына әкеп соғу мүмкін әрекеттерді жасауына жол бермеу мақсатында аталған адамдар өздеріне мем функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметті жүзеге асыру, жақын туыстарының жұбайлары, зайыптары мен жекжаттарының бірге қызмет істеуіне жол бермеу. Мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалану. Материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе көрсетілетін қызметтерді ұсынған адамдардың пайдасына әрекеттері, әрекетсіздігі үшін, егер мұндай әрекеттер адамдардың қызметтік өкілеттіктеріне кірсе, немесе осы адамдар лауазымдық жағдайына байланысты мұндай әрекеттерге, әрекетсіздікке ықпал етуі мүмкін болса, оларды қабылдау. Қазақстанның шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде шоттарды, салымдарды ашу және иелену. Қазақстанның шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтау бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға аталған адамдардың келісімін тиісті ұйымдардың персоналды басқару қызметтері, кадр қызметтері жазбаша нысанда тіркейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы лауазымға қабылдаудан бас тартуға не жұмыстан шығаруға, атқарып жүрген лауазымнан босатуға, өкілеттіктерін тоқтатуға алып келеді. Оларды сақтамау, жұмыстан шығаруға, атқарып жүрген лауазымнан босатуға, өкілеттіктерін тоқтатуға негіз болып табылады. Осы баптың 1 тармағының 1 абзацында аталған адамның отбасы мүшелері материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе көрсетілетін қызметтерді ұсынған адамдардың пайдасына, осы адамның әрекеттері, әрекетсіздігі үшін ұсынылатын материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе көрсетілетін қызметтерді алуға,
егер мұндай әрекетсіздік осы адамның қызметтік өкілеттіктеріне кірсе, не ол өзінің лауазымдық жағдайына байланысты мұндай әрекетсіздікке ықпал ету мүмкін болса, құқылы емес. Ескертпе. Осы баптың 1 тармағының 1 абзацында аталған адамның отбасы мүшелері деп оның жұбайы, зайыбы, ата-аналары, балалары, оның ішінде кәмелетке толған балалары және асырауындағы және онымен тұрақты тұратын адамдар түсініледі. Осы баптың 1 тармағының 1 абзацында аталған адамдар және немесе олардың отбасы мүшелері хабардар етілмей, олардың шотына келіп түскен ақша, олар анықталғаннан кейін 2 аптадан аспайтын мерзімде тиісті мемлекеттік кіріс органына мұндай қаражаттың түсу мән-жайлары туралы түсініктеме беріле отырып, республикалық бюджетке аударылуға жатады. Сыйлықтар сыйлықтың алынғаны туралы мәлім болған күннен бастап күнтізбелік 7 күн ішінде өтеусіз берілуге жатады, ал аталған адамдарға нақ сондай мән-жайларда көрсетілген. Сыйлықты берген адам жоғары тұрған лауазымды адамды хабардар ете отырып, сатып алуға құқылы. Сыйлықтарды сатудан түскен ақша республикалық бюджетке аударылады. 13 бап. Мем функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызмет. Жауапты мем лауазымды атқаратын адамдарға, мем функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға, лауазымды адамдарға, егер бұл олардың қызметтік міндеттеріне кірмесе, шаруашылық жүргізуші субъектіні басқаруға, дербес қатысуға, олардың өкілеттіктерін пайдалана отырып, ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың материалдық мүдделерін қанағаттандыруға жәрдемдесуге, ашық және аралық инвестициялық пай қорларын пайларын, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында облигацияларды сатып алуды және немесе өткізуді қоспағанда кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, педагогтық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметті қоспағанда ақы төленетін басқа да қызметпен айналысуға тыйым салынады. Баптың 1 тармағында аталған адамдар өздеріне меншік құқығымен тиесілі тұрғын үйді мүліктік жалдауға, жалға беруге және осындай тапсырудан кіріс алуға құқылы. Мем функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген квазимемсектор субъектілерінде қызметін жүзеге асыратын адамдар тиісті квазимемлекеттік сектор субъектілерінің және заңдарына сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың еншілес, тәуелді ұйымдарының басқару органдарында, байқау кеңестерінде, атқарушы органдарында ақы төленетін лауазымдарды атқаруға құқылы. Ұлттық банктің төрағасы, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі органның төрағасы мен олардың орынбасарларына инвестициялық қорлардың пайларын, облигацияларды, коммерциялық ұйымдардың акцияларын сатып алуға тыйым салынады. Олар лауазымға тағайындалған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде лауазымға тағайындалғанға дейін сатып алынған өздеріне тиесілі инвестициялық қорлар пайларын, облигацияларды және коммерциялық ұйымдардың акцияларын сенімгерлік басқаруға беруге міндетті. Аталған тұлғалардың осы міндеттемелерді орындамауы олардың тиісті қызметті тоқтату үшін негіз болып табылады. Осы баптың 1 тармағында аталған адамдар лауазымға кіріскен күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде осы адамдарға заңды түрде тиесілі ақшаны, облигацияларды, ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын, сондай-ақ мүліктік жалдауға берілген мүлікті қоспағанда өздеріне тиесілі пайдаланылуы кіріс алуға әкелетін мүлікті сенімгерлік басқаруға беруге міндетті. Мүлікті сенімгерлік басқару шарты нотариаттық куәландыруға жатады. 14 бап. Жақын туыстардың, ерлі-зайыптылардың немесе жекжаттардың бірге қызмет, жұмыс істеуіне жол бермеу. Жауапты мем лауазымды атқаратын адамдар
мен функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар және оларға теңестірілген адамдар, лауазымды адамдар өздерінің жақын туыстары, жұбайы, зайыбы және немесе жекжаттары атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты болатын лауазымдарды атқара алмайды. Сондай-ақ жақын туыстары, жұбайы, зайыбы және немесе жекжаттары тікелей бағынысында бола алмайды. Мем лауазымға не мемлекеттік немесе соларға теңестірілген функцияларды атқаруға байланысты лауазымға кандидаттар болып табылатын адамдар өздері лауазымды атқаруға үміткер ұйымның басшылығын, осы ұйымда жұмыс істейтін жақын туыстары, жұбайы және немесе жекжаттары туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Бірінші тармағын талаптарын бұзатын адамдар, егер олар көрсетілген бұзушылық байқалған кезден бастап 3 ай ішінде оны ерікті түрде жоймаса, осындай бағыныстылықты болғызбайтын лауазымға ауысуға тиіс, ал осындай ауысу мүмкін болмаған кезде осы қызметшілердің біреуі лауазымнан шығарылуға немесе көрсетілген функциялардың өзгедей босатылуға тиіс. Осы баптың бірінші тармағында аталған адамдардың квазимемлекеттік сектор субъектісінің бір басқару органында, байқау кеңесінде, атқарушы органында, өзінің жақын туыстарымен, жұбайымен, зайыбымен және немесе жекжаттарымен бірге лауазымдарды атқаруына тыйым салынады. Ескертпе: жақын туыстар деп ата-аналары, ата-анасы, балалары, асырап алушылар, асырап алынған балалар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, қарындастары, атасы, әжесі, немерелері, жекжаттар деп жұбайының, зайыбының, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, қарындастары, ата-аналары мен балалары түсініледі. Жұбайы жақын туыс емес. 14-1 бап Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерді, шоттарды, салымдарды ашуға, иеленуге, қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтауға жол бермеу. Жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын адамдарға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға, лауазымды адамдарға Қазақстанның шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерді, шоттарды, салымдарды ашуға және иеленуге, Қазақстанның шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтауға тыйым салынады. Бірінші тармағында көрсетілген адамдар лауазымға орналасқан немесе осы баптың 4-ші тармағында көрсетілген мән-жайлар жойылған күннен бастап 6 ай ішінде Қазақстанның шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде шоттарды, салымдарды жабуға және немесе Қазақстанның шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтауды тоқтатуға міндетті. Осы баптың ережелері осы баптың 1-ші тармағында аталған Қазақстанның шет елдердегі мекемелеріне, өкілдіктеріне және Қазақстаннан халықаралық ұйымдарға жұмысқа жіберілген, сондай-ақ көрсетілген ұйымдарға іс-сапарға жіберілген адамдарға, көрсетілген ұйымдардағы жұмыс кезеңіне немесе шетелде білім алатын, немесе шетелде тағылымдамадан өтетін, немесе шетелдегі іс-сапарда жүрген, немесе шетелде емдеп жатқан адамдарға қолданылмайды. 15-ші бап мүдделер қақтығысы. Жауапты мем лауазымды атқаратын адамдарға, мем функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға, лауазымды адамдарға, егер мүдделер қақтығысы орын алған болса, лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруға тыйым салынады. Бірінші тармағында аталған адамдар мүдделер қақтығысын болғызбау және шешу бойынша шаралар қабылдауға тиіс. Бірінші тармағында аталған адамдар тікелей басшысына не ұйымның басшылығына туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы өздеріне бұл жөнінде мәлім болысымен жазбаша нысанда хабарлауға міндетті. Тікелей басшысы не ұйымның басшылығы мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу бойынша мынадай шараларды уақытылы қабылдауға. Бірінші тармағында аталған адамдарды лауазымдық міндеттерін орындаудан шеттетуге
және лауазымдық міндеттерді орындауды басқа адамға тапсыруға, лауазымдық міндеттерін өзгертуге, мүдделер қақтығысын жою бойынша өзге де шаралар қабылдауға міндетті. 16 бап кәсіпкерлік саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары. Кәсіпкерлік субъектілері өз қызметін жүзеге асыру кезінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөнінде, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту бойынша шешімдер қабылдау, рәсімдердің есептілігін, бақылауда болуын және ашықтығын қамтамасыз ететін ұйымдық құқықтық тетіктерді белгілеу. Адал бәсекелестік қағидаттарын сақтау. Мүдделер қақтығыстарын болғызбау. Іскерлік әдеп нормаларын қабылдау және сақтау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөніндегі шараларды қабылдау. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша меморгандармен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау арқылы шаралар қабылдайды. Кәсіпкерлік субъектілері үшін сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі стандарттарды кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері, қауымдастықтары, одақтары әзірлеуі және қабылдауы мүмкін. Квазимемсектор субъектісінде негізгі міндеті осы ұйымның және оның жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылатын құрылымдық бөлімше немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс қызметтің функцияларын атқаратын жауапты адам айқындалады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс қызмет өз өкілеттіктерін квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органынан, лауазымды адамдарынан тәуелсіз жүзеге асырады. Директорлар кеңесіне, байқау кеңесіне немесе өзге де тәуелсіз басқару органына есеп береді және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарын сақталуын қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс қызметінің құзыреті, қызметін ұйымдастыру мен оның тәртібі квазимемсектор субъектісінің ішкі актісінде айқындалады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша квазимемсектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс қызметтер туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді. Квазимемсектор субъектілері болып табылмайтын кәсіпкерлік субъектілері сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплайнс қызметтер құруға құқылы. 17 бап ұлттық баяндама. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама сыбайлас жемқорлықтың халықаралық және ұлттық деңгейлерде таралу жай-күйі мен үрдістерін талдау мен бағалау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты қалыптастыру, іске асыру және жетілдіру жөніндегі ұсыныстар қамтылған құжат. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган жыл сайын ұлттық баяндаманы қалыптастырады және президентке ұсынады. Ұлттық баяндама мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган жұмысының және меморгандардың, жеке және заңды тұлғалардың қызмет нәтижелері негізінде қалыптастырылады. 18 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзге де субъектілері, меморгандар, квазимемсектор субъектілері, қоғамдық бірлестіктер, сондай-ақ өзге де тұлғалар жатады. 19 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері қызметтік міндеттерін атқару кезінде құқық қорғау қызметі туралы заңында және өзге де заңдарында белгіленген өкілеттіктерге ие болады. 20 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның құзыреті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі орган функцияларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы нормативті құқықтық базаны жетілдіру
жөнінде ұсыныстар әзірлеуді, нормативті құқықтық актілерді қабылдауды, меморгандар ұйымдар қызметінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауды, үкіметінің қарауына сыбайлас жемқорлықтың туындау себептері мен жағдайларын барынша азайту және жою жөнінде ұсынымдар енгізуді, жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы президентке ұсынуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты қалыптастыруды және үйлестіруді, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту мәселелерінде меморгандардың, ұйымдардың қызметін үйлестіруді, сыбайлас жемқорлық деңгейін бағалауды және сыбайлас жемқорлық деңгейін айқындау үшін қажетті әлеуметтік зерттеулер жүргізуді, квазимем сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтердің қызметін үйлестіруді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау нәтижелері бойынша шығарылған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі ұсынымдарды меморгандардың, ұйымдардың орындауын мониторингтеуді, сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша тәркіленген және қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған мүліктің өткізілуіне мониторингті жүзеге асырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың оң тәжірибесін зерттеулерді және таратуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру саласында білім беру бағдарламаларын жетілдіру жөнінде ұсыныстар тұжырымдауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру және тәрбиелеу, ақпараттық және түсіндіру қызметі бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыруда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілеріне әдістемелік көмек көрсету және жәрдемдесу, халықаралық шарттардың жобаларын дайындауға қатысуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша шет мемлекеттердің органдарымен өзара іс-қимыл жасауды. 21 бап уәкілетті органның өкілеттіктері. Уәкілетті орган функцияларды орындау кезінде ақпарат пен материалдарды сұратады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті жүргізу тәртібін айқындайды, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар толтырады және істерді қарайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет шегінде сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша жедел іздестіру және тергеу қызметінің практикасына, сотқа дейінгі тергеп-тексеруге талдау жүргізуге, іс жүргізудегі қылмыстық істер бойынша шақырту бойынша келуден жалтарған адамдарды күштеп әкелуге, құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қоюға немесе алуды жүргізуге, уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалануға, меморгандарға, ұйымдарға немесе оларда басқарушылық функцияларды орындайтын адамдарға қылмыстық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін мән-жайларды жою немесе басқа да заң бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау туралы ұсынуларды енгізуге, уәкілетті органдардың лауазымды адамдардан және квазимемлекеттік сектор субъектілерінен ревизиялар, салықтық және басқа да тексерулер, аудит және бағалау жүргізуді талап етуге, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы күрестің нысандары мен әдістерін жетілдіруге, жедел іздестіру қызметінің стратегиясы мен тактикасын айқындауға, оның тиімділігін арттыру жөнінде шараларды әзірлеуге және іске асыруға, өзіне жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді құруға және пайдалануға, ұстап алынған және күзетпен ұсталатын адамдарды айдауылмен алып жүруге, бап меморгандардың, ұйымдардың мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі лауазымды адамдардың өкілеттіктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды өз құзыреті шегінде барлық меморгандар, ұйымдар, квазимем сектор субъектілері мен лауазымды адамдар жүргізуге міндетті. Басшылары бағынысты қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі
лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тәртіптік жауаптылықта болады. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, ашуды, тергеп-тексеруді және алдын алуды және оларды жасауға кінәлі адамдарды жауапқа тартуды прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, әскери полиция органдары, экономикалық тергеп-тексеру қызметі, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі жүзеге асырады. 23 бап жұртшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қатысуы. Жеке тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және өзге де заңды тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кезінде мынадай шаралар қолданады. Өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактілері туралы хабарлайды. Заңнама мен құқық қолдану практикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қатысады. Меморгандардан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде қызмет туралы ақпаратты сұратады және алады. Зерттеулер, оның ішінде ғылыми және әлеуметтік зерттеулер жүргізеді. Бұқаралық ақпарат құралдарында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді және әлеуметтік маңызды іс-шаралар ұйымдастырады. 24 бап сыбайлас жемқорлыққа құқық бұзушылықтар туралы хабарлау. Дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпаратқа ие адам бұл туралы жоғары тұрған басшыға және немесе меморганның не өзі жұмыскері болып табылатын ұйымның басшылығына және немесе уәкілетті меморгандарға хабар береді. Жоғары тұрған басшылығы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарлама бойынша шаралар қолдануға міндетті. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзгеше түрде жәрдем көрсеткен адам қылмыстық процестік кодексіне, еңбек кодексіне, қылмыстық процестік қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау туралы заңына және осы заңға сәйкес мемлекет қорғауында болады және үкімет айқындаған тәртіппен көтермеленеді. Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрнеу жалған ақпаратты хабарлаған, заңдарда белгіленген жауаптылықта болатын адамдарға қолданылмайды. Осы тармақтың бірінші бөлігінің көтермелеу бөлінде ережелері жедел іздестіру немесе қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын органмен заңнамасына сәйкес құпия негізде ынтымақтасатын адамға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтауға, оның жолын кесуге, ашуға және тергеп-тексеруге жәрдем көрсеткен, ол бойынша орындаушы немесе сыбайлас қатысушы болып табылған адамға қолданылмайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдемдесу. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау фактісі туралы хабарлауды, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған іздеудегі адамның тұрған жері туралы ақпарат беруді, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтау, оның жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру үшін маңызы бар өзге де жәрдемдесуді қамтиды. Адамның тұрған жері туралы ақпарат беру немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты анықтау, оның жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру үшін маңызы бар өзге де жәрдем көрсету мақсатында көрсетілген ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасалған жағдайда құпия ақпарат болып табылады. Көрсетілген ақпаратты жария ету заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді. 24-1 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамдарды қорғаудың мемлекет кепілдік берген шаралары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамдарды қорғаудың мемлекет кепілдік берген шаралары. Уәкілетті меморгандар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарды қабылдаған күннен бастап немесе адам сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жәрдем көрсеткен кезден бастап 3 жыл бойы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамды еңбек қатынастары саласындағы құқықтар мен заңды мүдделерін бұзылуынан қорғауды.
адамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткені туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім болған кезде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету мақсатында жүгіну туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуді қамтиды. 24-2 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамды еңбек қатынастары саласындағы құқықтар мен заңды мүдделерінің бұзылуынан қорғау. Өзі жұмыскері болып табылатын болған ұйымның жоғары тұрған басшысына және немесе басшылығына хабарлау арқылы ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адам тарапы болып табылатын жеке еңбек дауын еңбек кодексіне сәйкес құрылатын келісу комиссиясы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның өкілін міндетті түрде шақыра отырып қарайды. Меморган немесе басқа ұйым сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға осы баптың 1 тармағында көрсетілген мәселелер бойынша материалдарды келісу комиссиясының немесе алқалы органның отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын жібереді. Көрсетілген отырысқа сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның өкілі қатыса алады. Келісу комиссиясының шешіміне немесе алқалы орган отырысының хаттамасына отырысқа қатысқан оның мүшелері қол қояды. Келісу комиссиясы шешімнің не алқалы орган отырысы хаттамасының көшірмесі шешім қабылданған күннен бастап 3 жұмыс күн ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жіберіледі. 24-3 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлау немесе сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған іздеуде жүрген адамның тұрған жері туралы ақпарат беру немесе өзге де көмек көрсету мақсатында адамның өтініші туралы мәліметтердің құпиялылығын жоғары тұрған басшы қамтамасыз етеді және немесе осы адам жұмыс істейтін мемлекеттік органның немесе ұйымның басшылығы. Өзі жұмыскер болып табылатын мемлекеттік органда немесе ұйымда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлау не осы мемлекеттік органда немесе ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жәрдем көрсету мақсатында адам осы мемлекеттік органның не ұйымның жоғары тұрған басшысына және немесе басшылығына жүгінген кезде мемлекеттік органның не ұйымның жоғары тұрған басшысы және немесе басшылығы аталған адаммен оның ниеті болған кезде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасуға міндетті. Осы баптың 2 тармағының 1 бөлігінде көрсетілген жұмыскермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасқан жұмыскердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы келіп түскен хабары бойынша шаралар қабылдау үшін уәкілетті мемлекеттік органға жүгінген басшымен және тиісті уәкілетті мемлекеттік органмен де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасалады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасу тәртібін және оның нысанын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде уәкілетті орган айқындайды. 24-4 бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамдардың құқықтары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адам. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарды қарау қорытындылары бойынша қабылданған шешім туралы ақпаратты алуға. Уәкілетті меморган сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы өзінің хабарын қарау нәтижелері бойынша қабылданған шешімдеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына немесе қылмыстық процестік заңнамасына сәйкес шағым жасауға.
бұрын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасалған уәкілетті меморганға жүгінуге. Уәкілетті мемлекеттік органдар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарды қабылдаған күннен бастап немесе адам сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жәрдем көрсеткен кезден бастап 3 жыл ішінде оны тәртіптік жауаптылыққа тарту немесе жұмыстан шығару немесе басқа лауазымға ауыстыру, оның сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлауына немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жәрдем көрсетуіне байланысты деп пайымдаған жағдайда келісу комиссиясының немесе алқалы органның осы мәселелерді бұрын қарамауы шартымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға жүгінуге құқылы. Адам осы баптың 1 тармағы 4 тармақшасы негізінде жүгінген кезде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган ұсынылған материалдарды қарайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамның жүгіну негізділігі анықталған жағдайда жолданым келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде мемлекеттік органның не басқа ұйымның басшысына мәселелерді қайтадан қарау қажеттігі туралы хабарлама жібереді. Хабарламада мыналар қамтылуға тиіс. Хабарлама жіберілетін мемлекеттік орган не ұйым басшысының тегі мен аты жөні, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамның тегі, аты және әкесінің аты. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың қысқаша фабуласы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария еткені үшін жауаптылығы туралы ескерту. Бұл ретте басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдем көрсеткен адамның жолданымы келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде келісу комиссиясының немесе алқалы органның отырысын өткізуге және қаралатын мәселе бойынша шешім қабылдауға міндетті. 25 бап заңсыз алынған мүлікті немесе заңсыз көрсетілген қызметтердің құнын өндіріп алу, қайтару. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде заңсыз алынған мүлікті өз еркімен тапсырудан немесе мемлекетке оның құнын немесе заңсыз алынған көрсетілетін қызметтердің құнын төлеуден бас тартылған жағдайларда оларды өндіріп алу прокурордың, мемлекеттік кіріс органдарының не осыған заңмен уәкілеттік берілген басқа да меморгандар мен лауазымды адамдардың талап қою бойынша заңды күшіне енген сот шешімі негізінде жүзеге асырылады. 26 бап сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде жасалған мәмілелердің, шарттардың, актілердің және әрекеттердің жарамсыздығы. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар нәтижесінде жасалған мәмілелерді, шарттарды уәкілетті меморгандардың, мүдделі тұлғалардың немесе прокурордың талап қою бойынша сот жарамсыз деп таниды.